Бүгінгі тілтанымдық мектеп семинары. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор, тіл жанашыры төсбелгісінің иегері, еңбек ардагері Сейдін Бейзақұлы Бейзақовқа арналады. Сейдін Бейзақов 1937 жылы 26 қарашада Алматы облысы Райымбек ауданы Сүмбе ауылында дүниеге келді. Әкесі Мырзабайұлы Бейзақ ел басқарған кісі болған. Осы ауылда мектеп бітіргеннен кейін Сейдін Бейзақов 1955 жылы Алматы педагогикалық институтының тарих филология факультетіне түсіп, оны үздік бітіреді. 1968 жылға дейін Сүмбе ауылының орта мектебінде мұғалім болады. Мұғалімдік қызметін атқара жүріп, өз ғылыми тәжірибесін «Вечерняя Алматы» газетіне жариялаған «Изучаем казахский язык» атты мақаласынан бастайды. 1968-1971 жылдары Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты жанындағы аспирантураны аяқтап, 1972 жылы қазақ тіліндегі фонетикалық варианттар тақырыбындағы кандидаттық диссертациясын қорғайды. 1972-75 жылдары тіл білімі институтында ғылыми қызметкер бола жүріп, лексикология, лексикография мәселелерін зерттеуге кіріседі. 1975-85 жылдары Қаратаудағы Қазақ политехника институтының бөлімшесіне ауысып, ондағы қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарады. 1985 жылдан бастап Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының жетекші ғылыми қызметкері болады. Осы тұста ғалымның негізгі бағыты сөздің жарыспа тұлғалардың қалыптасу ерекшелігін зерттеу болды. 1997 жылы тілдік норма және варианттылық атты монографиясы жарық көрді. 1998 жылы сөздің жарыспа тұлғалары атты еңбек жарияланды. Осы зерттеулердің нәтижесінде Сейдін Бейзақов 2000 жылы әдеби норма және варианттылық атты тақырыпта докторлық диссертациясын қорғайды. 2001 жылдан бастап институттың бас ғылыми қызметкері атанады. 2003 жылы сөз нұсқалары және балама атаулар атты монографиясы жарық көрді. Онда әдеби тілді байыту жолдары мен жаңа атаулардың тіл нормасына тигізетін әсері анықталды. 2010 жылы қазақ тілі қандай тіл атты көлемді монографиясы қазақ тілін түркі тілдері ішіндегі ерекшелігін дәл көрсетуге арналды. 2007-2016 жылдар жарияланған көңілге лебіздерін білдіретін сөз орамдары атты еңбегінде халқымыздың ұлттық мәдени болмысын танытатын идеоэтникалық бірліктерінің мәдени мағынасын тарқата зерттеген. Сейдін Бейзақовты ғылыми жұртшылық тәжірибелі лексикограф ретінде де құрмет тұтады. Ол 10 томдық қазақ тілінің түсіндірме сөздігін, 1 томдық қазақ тілінің сөздігін құрастырушылардың бірі. Сондай-ақ 2001 жылға қазақша орысша сөздікті, 2005 жылға орысша қазақша сөздікті құрастыруға автор ретінде, редакция алқасының мүшесі ретінде белсене атсалысты. Профессор Сейдін Бейзақовтың көп сұранысқа ие болған еңбегінің бірі синонимдер сөздігі. 2001 жылы 18 баспа табақпен, 2005 жылы 46 баспа табақпен, ал 2007 жылы 55 баспа табақпен синонимдер сөздігін жариялап отырды. Сейдін Бейзақов синонимдік қатарды үздіксіз толықтырып отырды. Осы еңбек үшін 2016 жылы тіл жанашыры төсбелгісімен марапатталды. Бүгінде 85 жасында синонимдер сөздігіне тағы 1000-нан аса жаңа синонимдік қатарды қосты.
Сейдін Бизақовтың тіліміздегі лексико-семантикалық сөздер тобының айрықша түріне арналған вариант сөздер сөздігі 2000 жылы жарияланып, қазақ тіліндегі ерекше лұғаттық еңбек деп аталып өтті. Жалпы Сейдін ағайдың тілге деген, тілді зерттеуге деген, тілдің табиғатын зерттеуге деген бір ерекше бір ықыласы, тынымсыз еңбегі, шаршамай, ерінбей, талмай, кәдімгі енемен құдық қалғандай дейді ғой. Сондай еңбегі, сосын мына сөздің әлеуеті, сосын қазіргі тілдің қолданысы, кейде сөз мәдениетіне де осы кетіп қалады осымен байланысты, сөздің қолданысына байланысты, сосын мына қазіргі тілдің күйі, соған байланысты жаңағы мына қазақ тілін үйретудің, оқытудың оңтайландыру мәселесіне де көңіл бөліп, өзінің еңбектерін жазып отырғаны, бұл кісінің шын мәнінде де тіл жанашыры, тек қана ғалым емес, тіл жанашыры, ұлттық тілдің болашағында ойлауы, оның қалыптасу даму барысында ойлайтын ғалым екенін көрсетеді. Сейдін ағамыз орыс тілді оқырманға қазақ тілінің аса бай, көркем тіл екеніне дәйектейтін үш оқулығымен танымал. Оның ішінде орыс қазақ тілдерін салыстыра құрастырған 1996 жылға алғашқы оқулығы «Элементарный курс казахского языка». 2012 жылы «Учебник трудностей казахского языка» оқулығы үлкен сұранысқа ие болды. Соны ескерген болу керек. 2014 жылы Атамұра баспасы біраз толықтырып, жаңартып, «Казахский язык просто о сложном» деген атаумен бұл еңбекті 2000 таралыммен баспадан шығарды. Сейдін аға Бизақов қайраткер ретінде күллі ғұмырын қазақ тіліне, оның қазақ тілінің саулығына, тазалығына және оның болашағына арнап келе жатқаны белгілі. Осы сіз айтқан ұлы идеялар іске аса бастады, құтты болсын дегіміз келеді. Профессор Сейдін Бизақов этнограф, ғалым ретінде де оқырман қауымға кеңінен танымал. Оның тегі бір түркі халықтарының тілі, тарихы, әдет-ғұрпы, болмыс бітімі, діні жайында мол дерек беретін 1998 жылға түркі әлемі, 2000 жылға түбі бір түркілер, 2002 жылға ветви одного могучего дерева атты кітаптары. Сонымен қатар осы тақырыпқа арналған 40 мақаласы жарық көрді. 2014 жылы Түрксой халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен қазақ, орыс, түрік тілдерінде жарық көрген түбі бір түркілер, мир тюркских народов, түркі дүниясы кітаптарының тұсаукесері Қырғызстанда өтті. Сейдін ағайдың халқымыздың дәстүрлі ұлттық тақта ойыны 9құмалақтан облыстық, республикалық жарыстарға қатысып, жүлделі орынға ие болған кезде болды. Ол Серік Тілеубаевпен бірге 1998 жылы 9құмалақ әліппесі атты оқулығын баспадан шығарды. Сейдін Бизақовтың баршаға аса таныс емес тағы бір қыры журналистігі. Қазақ радиосының алтын қорында түркі тектес түгел бол бағдарламасымен дайындалған 40-тан астам хабардың сақтаулы тұрғандығы оның кәсіби журналист екендігін айғақтайды. Сейдін Бизақов өз еңбектерінде латын әліпбиіне көшудің оңтайлы тәсілдеріне де баса көңіл бөліп келеді. Осы мақсатпен қазақ тілінің емлесіне қатысты дау-дамай, талас тудырған тұстар жайында тіл мамандарымен жан-жақты пікір алысып, бір тоқтамға, пәтуаға келіп, орфографияны жетілдіру мақсатымен 2018-2020 жылдары қазақ тілін көркейтудің оңтайлы тәсілдері атты еңбегін жариялады. Ғалымның ең бір керемет қасиеті асқан еңбек қорлығы.
ізденімпаздығы. Үдемі ізден үстінде жүрген Сейдін Бейзақов жасы ұлғайғанына қарамастан үздіксіз еңбектеніп, қазақтың сөздік қорын байытуға ерекше үлес қосып келеді. Туған халқының қастерлі тілі, қадірлі діні дегенде ағаның шығарда жаны бөлек. Ағай қазақ тіл ғылымының жай күйін қаузап, оған қалайда бір септігімді тигізуім керек деп, өмір бойы осы салада еңбек етіп келеді. Аса құрметті қадірлі Сейдін көке, сіздің ғылыми ізденіске толы өмір жолыңызда мемлекеттік тіл білімінің саласындағы еңбектеріңіздің, қосқан үлесіңіздің орны ерекше деп айтуға толық болады. Өйткені сіз осы салада үнемі үзбей ізденіспен қызмет жасадыңыз. Және қазақ тілінің ең өзекті мәселелерін көтердіңіз. Сейдін аға еңбек жолын ауыл мектебінде сабақ беруден бастап, ғылым академиясында еңбек етіп, филология ғылымының докторы, профессор атағына дейін көтерілді. Дорогой Сейдін аға, искренне поздравляю вас с замечательным юбилеем, с 85-летием со дня рождения. Я долго думала, как коротко охарактеризовать вашу жизнедеятельность, и нашла простое и красивое словосочетание – настоящий ученый. Вы действительно настоящий ученый, и мы гордимся вами. Бүгінде Сейдін ағамыз жұбайы Гүлдариға апаймен бір ұл, екі қызын тәрбиелеп өсірген ұлағатты отбасы. Ұлы Нұрлан кәсіпкер, үлкен қызы Айгүл заңгер, кіші қызы Фатима дәрігер болып қызмет атқарып келеді. Қазір Сейдін ағамыз бен Гүлдариға апамыз 7 немере, бір шөбересін тәрбиелеп отыр.